Енді сіз «От аралы» фильмінің қысқаша қайталауын естисіз. Көруден ләззат алыңыз. Полиция қызметкері Энди Лауды әуежайда бір құрбысы қарсы алып, үйіне шығарып салды. Оның әкесі судья. Ол Эндиден бір іс бойынша көмек сұрады. Оған жасырын адам керек. Олар бұл істі кейін талқыламақ болған. Бірақ Энди көлікке отырғанда үйге белгісіз біреу кіріп, судьяны өлтірген. Ал қылмыскер көлікке қайта оралғанда, ол кенеттен жарылып кетті. Кісі өлтіруші саусағын жұлып алып, ізін алып тастағанда, оның Карл Чанг есімді триадалыққа тиесілі екені анықталды. Ол жақында ғана түрмеде өлім жазасына кесілді. Өлген адамның қылмыс жасағаны қалай болды? Бәлкім, бұл түрмеде бірдеңе дұрыс емес шығар. Барда Энди қызды қорлап жатқан гопниктерге қадала қарады. Мекеменің шыға берісінде екеуінің арасында төбелес басталды. Осы гопникті үйіп тастағаннан кейін, Энди полицияның келіп, оны тұтқындауын күтті. Осылайша ол бұл түрмеге жасырын түрде кіреді. Эндиді үлкен бөлмеге кіргізді. Онда барлық сотталушылар оған бірден бөрене кигізді, ал ерекше арсыз жігіт тіпті бетіне түкірді. Эндидің камераласы Чарли болады. Ол өзінің үй жануары кішкентай қомақты жақсы көреді. Камераға семіз жігіт Джимми қарады. Ол жекпе-жекке ставкаларды жинап жатыр. Түрмедегі бокстан чемпион бүгін жаңа ойыншымен жұдырықтасады. Менің айтайын дегенім, сенди. Бокс кешін барлық күзетшілер жоғарыдан бақылап отыр. Чемпион айдалған амбал болып шықты. Ол Эндидің бүкіл жанын бірден нокаутқа түсірді. Біраз уақыт полиция әлі де күресуге тырысты. Бірақ Бугай кедейді бүйірінен терең нокаутқа жіберді. Джимми түрмеден қалай құтылуды ойлайды. Өйткені ертең ұлының туған күні. Томпақ күзетшіге дәмді нәрсе пісіру үшін ас үйге баруды өтінді. Бірақ бұл, әрине, құлдық болды. Күзетшіні нокаутқа жібергеннен кейін, Джимми оған әрең көтерілсе де формасын ауыстырды. Мұны басқа күзетші байқады. Сондықтан оны нокаутқа түсіруге тура келді. Семіз адам арбасын тоқтатып, жолаушыдан өлшемі сәйкес келетін азаматтық киімді алып кеткенше, екі адамға жүгіріп бара жатқан. Джимми ұлын алып кетуге тікелей мектеп-интернатқа келді. Олар хайуанаттар бағына барып, мақта кәмпиттерін жеп, естелік ретінде бір-екі суретке түсетін. Кешке Джимми баланы мектепке қайтарып берді, және ол әлі де ораламын деп уәде берді. Бүгін керемет күн болды. Бірақ мен құпия жұмысыма қайта оралуым керек. Өйткені мен үкіметте тыңшы болып жұмыс істеймін. Полиция сиренасы естіліп, Джимми қарсылықсыз тапсырылды. Күзет бастығы семіз адамды аяғынан іліп, жаза ретінде таяқпен ұрды. Бильярдшы Стив сән көрсетіліміне өзінің құрбысы Кикиге тамсану үшін келді. Бүгін ол жеңілуге мәжбүр болатын ойын өтеді. Ал зұлым адам сәлем бермейді. Шорти бойжеткеннің өзінен ұзын бойлы модель екеніне алаңдайды. Стивті жақтырмай қараған қоқан лоққылар мен билікке қарамастан, шебер бірде-бір қателік жібермеді және құрғақ ойында жеңіске жетті. Содан кейін ол риза болып, қызбен бірге барда тойлауға барды. Бірақ үштік мұндай батылдықты кешірмейді. Сондықтан ерлі зайыптыларға дәл сол жерде шабуыл жасалды. Бастық тамақ пен киноны таныстырды, ал ол қашып кетпек болғанда, оны арқасынан қағып жіберді. Дәрігер 24 сағат ішінде қызға бауыр трансплантациясы жасалмаса, ол өлетінін айтты. Органды мұндай мерзімде тек қара базардан алуға болады. Және оның құны $100,000 тұрады. Бұл соманы алу үшін Стив триадалықтармен покер ойнауға кетті. Ол сәтті болды және жеңіспен жігіт ауруханаға жүгіргісі келді. Бірақ қарақшылар оны қайтарғысы келді. Олар Стивке шабуыл жасады. Бірақ айналада жиһаз тым көп болды және қылмыскерлердің бұл қақтығыста бірде-бір мүмкіндігі болмады. Әсіресе таза триада Стивке пышақпен шабуыл жасады. Бірақ ол қабылдау жасағаннан кейін қарақшыны тастап кетті. Ал жеңілген адам өз пышағына құлап түсті. Бірақ бұл лопуха ықпалды қылмыс бастығы Лидің ағасы болған. Немесе Стивке оны жақын арада жібітемін деп уәде берді. Түрмеде Энди сияқты жаңадан келген адамды өз уақытында бүкіл тобыр қуып жіберді. Асханада чемпиондар Стивке қалпақ киіп келді. Соңғысы оның күрішінде ақуыз жеткіліксіз деп шешті. Сондықтан ол бүгерді алып, Стивтің табағына лақтырды. Жігіт бұл соққыға жауап бермеуді шешті. Бірақ бұл тек бастамасы болды. Өйткені Лидің бастығы бильярд ойыншысын ұрып, соғуға бұйрық беріп қойған. Пышақпен торпеда Стивке қарай жүгірді. Артқы жағынан тағы 6 адам қайрап шабуыл жасады. Содан кейін чемпион қосылып, қалпақ екінші қабаттан секірді. Стив жарақат алғанымен, директор бөлмеге кіргенше шайқасты. Қайрауды Чарли көтеріп алғанша тепкілей бастады. Энди Стивке осы екеуі шабуыл жасағанын айтты. Амбалда пышақ болу керек, бірақ олар қару таппады. Содан кейін Чарли шықты. Ол чемпионды тапсырды,
Ал екі қылмыскер де жазаға тартылды. Ықпалды билік Лукас ұзақ уақыт бойы жалғыздықта отырды. Директор оны ақыры босатуға шешім қабылдады және қажет болған жағдайда оны басып қаламын деп қорқытты. Сен сияқты жігіттер, олар жай ғана қышиды, ал оларда мақтанатын ештеңе жоқ. Зеки татуировкасы бар көзілдірікпен қуана амандасты. Бауырлар, егер олар біздің әзілдерімізді түсінбесе, онда олар есекке кетті. Энди билікке лақтырылды. Ол қандайда бір себептермен жақында өлім жазасына кесілген сотталушы туралы сұрады. Лукас бұл түрдің полиция қызметкері болуы мүмкін деп күдіктеніп, оның қолын аздап ұстады. Сен мен ойлағаннан да қаттысың, бірақ Карл Шанг сияқты күшті емессің, ал ол қайтыс болды. Сен бәрін түсіндің бе? Күзетші Эндиден оның қолында не бар екенін сұрағанда, ол әйелі туралы әзілдеп жауап берді. Ол үшін ол кешкі ассыз қалды. Лукас оған өз үлесін берді. Бұл күзетшіге де ұнамады. Сенің қандай қиындықтарың бар? Мен диетада отырмын. Олар билікке бір тостаған күрішті лақтырып, оны соңғы дәніне дейін жеуге бұйырды. Рейс қайтып оралуды сұрай бастағанда, Лукасқа Энди қосылды. Ол онымен жазаны бөлісуге шешім қабылдады. Қалған сотталушылар да солай істеді. Күзетші оларға жай ғана гол соғуды ұйғарды. Азапталған семіз адамға ақыры камерасына оралуға рұқсат етілді және ол жаңа қашу жоспарын ойлап тапты. Зекилер қолдарынан келгенше көңіл көтеруде. Мысалы, олар барлық тіршілік иелері арасында жарыс ұйымдастырады. Ал сау тарақан кесірткемен хомактан озып кетті. Чемпиондардың бас киімі түрмеден шыққанша бәрі көңілді болды. Лукас оларға Стивті өлтіруге тыйым салды. Ал егер қарақшылар оған бағынбаса, ол олардың бетін кесіп тастайды. Чарли бір жерде хомактан айырылды. Шлапа оған арнайы тағам дайындады. Ал көкөністердің арасынан көзілдірікші өзінің пісірілген үй жануарын тауып алды. Чарли өзін қаскөйдің үстіне лақтырып жіберді. Ал оны үйіп тастаған кезде Энди төбелесіп қалды. Ол сондай ақ күзет бастығынан басынан ұрып, жазалау камерасына барды. Барлық сотталғандарды далаға жұмысқа алып кетті. Чемпион Чарлиге аяқ тірегін жасады. Ол тамағын жерге тастады. Джимми оған өз үлесін берді де, күзетшілерден үлкен жолмен жүруін өтінді. Бұталардың артына кіріп, оларды бірден арқанмен байлады. Оған бір рет кіргіз. Бастық, мен осындамын, мен осындамын. Мен осындамын. Және ол әлі біткен жоқ. Бастық, ол әлі болжаған жоқ. Бұталар біраз уақыт қозғалды. Бірақ содан кейін Джимми үнсіз қалды және оққа жауап бермеді. Ол қайтадан қашып кетті. Күзетшілер қуып жіберді. Ал ол полиция көлігін айдап әкетіп, Лукаспен бірге оны тастап кетті. Билік семіз адамның оны өзімен бірге алып кеткеніне таң қалды. Ал сиреналарды естігенде Джимми оны жақтағанын түсінді. Ол ұлын қайта көру үшін келісім жасады. Джиммиге Лукас қатаң жазаланбайды деп уәде берді. Бірақ оның орнына сол жерде атылды. Сен маған уәде бердің. Кейде пирогтарда күйіп кетеді. Сен арам пиғылсың. Себебі менің анам жезөкше. Бірақ менің отбасылық ағашым туралы көп ойланудың қажеті жоқ. Джимми биліктің денесін түрмеге апаруға мәжбүр болды. Сонда бәрі оны көріп, бұл жерден қашуға тырысудың қажеті жоқ екенін түсінді. Бастық Ли жалдамалы әскерлердің бұралғанын және оның ағасының өлтірушісі әлі тірі екенін білді. Шамасы бәрін өзі шешуі керек. Далада Джимми күзетшілерді айналып, жүгіріп, оларға қызмет көрсетеді. Бірақ бәрі жыланға алаңдап кеткенде, ол тағы да полиция көлігін ұрлап кетті. Рас, сонымен бірге ол күзетшілердің бірін ұрып өлтірді. Семіз адамды жалғыз тастап, содан кейін өлім жазасына кесіп, өлім жазасына кесті. Әлсіреген Энди жалғыздықтан босатылды. Ли өз мекемесінде полиция лейтенантымен кездесті. Ол өзінің қайығын армандайды. Ал қарақшы жемқор полиция оны алады деп уәде берді. Бірақ алдымен көзілдірік киетін адам оны пысықтауы керек. Ли лейтенантты шын жүректен ұрып соғып, көмекшісінен полиция шақыруын өтінді. Осылайша ол түрмеге түсіп, Стивпен қарым-қатынас жасайды. Әдеттегідей, жаңадан келген адамды көпшілік қоршап алды. Бірақ бұл жолы оны чемпиондар бейне тепкілеуден қорғады. Стив оның жағдайының нашар екенін түсінді. Иә, Стив, саған сәттілік керек болады. Енді сен үшін бос слип келді. Стив кешірім сұрау үшін триадалыққа ілінді. Бірақ бастық жаңа бауырды ешқашан күтпеген сүйіктісінің соңынан еремін деп уәде берді. Бүгін түнде олар пышақпен төбелеседі. Күзетшілер бәс тігіп, көрініске дайындалды. Ли бірден шабуылға шықты. Жаулар екінші қабатқа көтерілді. Ал Стив бірінші жарақат алды. Бастық оны құлатып, ішіне қайрау салды. Бірақ бұл Стивтің жеңіске жетуіне кедергі болмады. Ол пышақты қарақшының мойнынан 1 сантиметр қашықтықта тоқтатып, оны өлтірмеді. Күзетшілер Стивке билікті аяқта деп айқайлады. Бірақ
Оның орнына жауынгер екінші қабатқа көтеріліп, оларды үйіп тастады. Ли қосылғысы келді, бірақ арқасынан оқ тиді. Стив болса, оны ұрып өлтірді. Күзет бастығы жауынгерді аяқтағысы келді, бірақ Энди егер қаскөй триггерді тартса, оны тапсырамын деп уәде берді. Жаңа жылды тойлау кезінде бастық қасына қалпақ шақырып, оған бензин толтырылған шприц берді. Арамза Эндидің камерасына жасырын кіріп, шамның ішіне сұйықтық құйды. Алайда Чарли камераға бірінші болып кіріп, шамды жағып, досының көзінше жанып кетті. Энди камерасынан шығып бара жатқан қалпақты көріп, сотталушының үстінен өзін жауып тастады. Бірақ бұралған алтылықты бастығы сойылмен бас сүйегін сындырып жазалады. Қалпақ, ол тек бастықтың бұйрығын орындағанын айта алды. Бұл жаппай төбелес пен тәртіпсіздікке әкелді. Бас күзетші Эндиді атып өлтірмек болды. Бірақ ол бірінші болып мылтықты алып, офицердің денесін жарып жіберді. Бұл үшін Энди түрме ауласында өлім жазасына кесілді. Бірақ содан кейін ол бір бөлмеде оянды. Түрме директоры осы жерге кіріп, Эндиге жерлеу рәсімінен түскен суреттерді лақтырып жіберді. Бүкіл әлем үшін ол қазір өлі адам. Ер адам оны өлім жазасынан құтқарды. Ол үшін Энди оған бір жұмыс істеуі керек. Содан кейін ол жаңа өмір мен жаңа тұлғаға ие болады. Ол Энди сияқты қырағы ретінде пайдаланады. Оның мақсаты полковник Сонг. Сот алдында жауап беретін қауіпті есірткі бароны. Бірақ ол өзіне ақтау үкімін сатып алып қойған. Зұлым адамды тоқтатудың жалғыз жолы оны өлтіру. Біздің барлық кейіпкерлеріміз бастарында сөмкелері бар көлікте отырды. Қаруларын алып, олар полковникке жақындап, оны әскери күзетшілермен бірге атып тастады. Осыдан кейін компания джипке қарай жүгірді. Онда ақша мен жаңа құжаттар оларды күтіп тұрды. Бірақ Энди судьяның өлтірушісімен болған оқиғаны есіне алып, көлікте бомба бар деп айқайлады. Қашқындар соңғы сәтте секіріп үлгерді. Олар оқ жаудырып, осы жерден қашудың жолын іздеді. Бірнеше ондаған әскерилердің сөзін бөліп, олар басқару пунктін қазып алды. Аэродромға қосымша күштер келді. Зеки тірі ұшқышты тауып алып, оны кепілге алды. Олар ұшаққа жанармай құюды талап етті. Бұл олардың бұл жерден кетудің жалғыз мүмкіндігі. Келіссөз жүргізуші еркін өтуге уәде берді. Қылмыскерлер алдыңғы көрініске көтерілді. Бір мерген жұлқынып, Джиммиді жарақаттады. Қалған жауынгерлерде оқ жаудырды. Энди ұшаққа бірінші болып жетті. Ол қалғандарын асығады, бірақ Джимми атып өлтірілді. Жауынгерлер Стивті де жарақаттады. Ли оған көмектесу үшін қайтып келді. Бірақ соңында екеуі де оқ жаудырды. Тек Энди ғана тірі қалды. Түнде ол түрме бастығына қонаққа келді. Ер адам жанкештінің тірі жүргенін көріп таңғалды. Ол есірткі баронының оның серіктесі екенін мойындады. Сондықтан ол қылмыскер оған қарсы куәлік бермеу үшін оны алып тастады. Сонымен бірге судьяны өлтіргенін мойындады. Арамза Эндиді атқысы келді. Бірақ полиция оның мылтығын атып үлгерді. Жігіт жазадан құтылып кетпес үшін қылмыскерді сол жерде өлтірмекші болды. Бірақ оның серіктесі оны өз ойын өзгертуге көндірді. Директордың мойындауы таспаға түсірілген. Енді ол бұрылмайды. Ақыры Энди сүйген қызына қайта орала алды. Ол оның әкесінен кек алды.